Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен май табандылықтан, яғни жалпақ табандылықтан арылуға көмектесетін ЛФК жаттығуларымен сіздермен бөлісетін боламын. Бұл дене шынықтыру жаттығуларын маған патолог пен дерматолог көрсеткен болатын. Бүгін сіздермен осы жаттығулармен бөліскім келіп тұр. Соңына дейін қарап, пайдалы болса тіркеліп кетіңіз. Бастапқы жаттығуларды отырған қалыпта жасаймыз. Және ең бірінші жаттығуда көріп тұрғандарыңыздай аяқтарыңыздың 5 саусағын алып ішке қарай бүгесіздер. Дәл қолдың саусақтарымен жұдырық жасаған сияқты, бірақ аяқтың саусақтарымен осылай жұдырық жасаймыз. Осы напряжениеде 1-2 секунд көлемінде тұрасыз да, одан кейін аяғыңызды қайтадан қалпына келтіресіз, яғни тік ұстайсыз. Аяғыңызды ішке бүгіп, қайтадан қалпына келтірген кезде асықпай, плавно жасауыңыз керек. Аяғыңызда травма қалып қалмас үшін. Және бұл жаттығуды 10 рет қайталасаңыз жеткілікті. Екінші жаттығу баспармаққа напряжение береді және көп адамдарға орындау қиынға соғады. Бірақ қарап тұрсаңыз, үйреніп алуға болады. Ең бірінші бас бармағыңызды жоғары қарай қоясыз, одан кейін 4 саусағыңызды төмен түсіресіз. Дәл солай, бірақ керісінше, келесі жолы 4 саусағыңызды жоғары қоясыз, бас бармағыңызды төменге қоясыз. Осы ретті қайталап 10 рет жасасаңыз жеткілікті болады. Ал енді үшінші жаттығуды бастайық. Бұл жерде 5 саусақты арасын ашу керек. Қаншалықты жасай аласыз, қаншалықты аша аласыз, дәл солай жасайсыз. 5 саусақтың арасын ашқаннан кейін 1-2 секунд көлемінде осы состояниеде тұру керексіз. Одан кейін қайтадан саусақтарыңызды қалпына келтіресіз. Ашасыз, қайтадан орнына қалпына келтіресіз. Бұл да бастапқы кезде көп адамдарға қиындық туғызады, бірақ уақыт өте келе үйреніп кетесіз. Дәл осы жаттығуды басқа жаттығулар сияқты 10 рет қайталайсыз. Төртінші жаттығуға осындай резиновый лента керек болады. Оны кез келген спорт магазиндерінен тауып алуға болады. Егер бұндай лента болмаса, орнына соза алатын киімдерді пайдалансаңыз болады. Енді бұл жаттығудың орындау ережесі мынадай. Жаңағы резиновый лента немесе киім болсын, соны аласыз да оң аяғыңыздың бас бармағына қойып қоясыз. Ал сол аяғыңыздың 4 саусағына қоясыз. Видеода көрініп тұрғандай, содан кейін оң аяқтың бас бармағын ғана қозғалтып, ал сол аяғыңызды қалпына қалдыруға тырысасыз. Сол кезде оң аяқтағы бас бармақ қайта-қайта ары-бері қозғалғаннан кейін оған қысым түседі. Осылай оны біз тренировать етеді екенбіз. Дәл осы жаттығуды келесі аяққа да қайталаймыз, яғни бұл жолы сол аяқтың бір ғана бас бармағына, ал оң аяқтың 4 саусағына ғана іліп қоямыз да, сол аяғымыздың бас бармағын ғана қозғалтып, лентаны барынша созуға тырысамыз. Бұл жаттығуды екі аяққа да 10 реттен, яғни жалпы 20 рет жасап шығамыз. Бесінші жаттығу ең оңай жаттығулардың бірі. Бұл жерде табаныңыздан аяқ саусақтарыңыздың ұшына дейін допты массаж жасау арқылы жаттығу жасау қажет болады. Және табандарыңыздағы әрбір нүктеге осы доптың әрбір шеті тигеннен кейін керемет әсер қалдырады. Бұл жердегі менің қолданып жатқан добым массажный ежик деп аталады. Ол да спорт дүкендерінде бар, бірақ ол болмаса оның орнын алмастыратын қатты формалы теннис доптарында пайдалансаңыз болады. Ең бастысы, доптың формасы жұмсақ емес, қатты болу керек. Әр аяққа 10 реттен қайталасаңыз жеткілікті. Келесі жаттығуды да доппен жасаймыз. Бұл жерде доп орнында қалады.
және оның орнына сіз аяғыңызды қозғалтасыз. Яғни табанның ұшын ең бірінші еденге тигізіп, келесі ретте табаныңызды емес, енді 5 саусақтың ұшын еденге тигізіп алмастырып осылай жасаймыз. Және әр аяғыңызға 10 реттен жасасаңыз жеткілікті. Бұл жердегі ең басты ереже, егер сізде меніңкі сияқты массажный ежик болса, аяғыңызды ауыртып алмас үшін асықпай переход жасау керек болады. Келесі жаттығуға осындай шағын көлемдегі кез келген затты пайдалансаңыз болады. Және менде мысалға ойыншық көлік. Оны жерге қойып, аяқтың 5 саусағының барлығын пайдаланып, ұстап аламыз да, орнын ауыстырып басқа жерге қоямыз. Және оны қайтадан ұстап, бастапқы орнына алып келеміз. Бұл жердегі басты ереже 5 саусақтың барлығын қолданып, напряжениеде ұстау керек табанымызды. Бұл жаттығуды да екінші аяққа жасауды ұмытпаңыз. Әр аяққа 10 реттен жасасаңыз жеткілікті. Бастапқы кезде аяқтың саусақтары үйреніспегендіктен қиындау болуы мүмкін, бірақ күнделікті қайталай берсеңіз, әдетке айналып, тез жаттығып кетесіз. Келесі жаттығуларды тұрып жасаймыз, қасыңызда үстел болғаны абзал. Сол үстелге қолыңызды қойып, сүйеніш ретінде пайдаланасыз. Және табаныңызды асықпай көтеріп, барлық салмағыңызды аяғыңыздың саусақтарына қоясыз. Солай жоғары көтеріліп тұрған қалыпта 1-2 секунд көлемінде тұрып, қайтадан табаныңызды төмен түсіресіз. Переходты жасаған кезде өте асықпай, абайлап жасаңыз. Бұл оңай жаттығулардың қатарына кіреді. 10 рет қайталасаңыз болады. Ал енді 9-шы жаттығуды керісінше жасаймыз. Яғни бұл жерде табанның орнына 5 саусақты жоғарыға аспанға көтереміз. Ал бүкіл салмағымыз табанға түседі. 1-2 секунд осы қалыпта тұрғаннан кейін қайтадан 5 саусақты асықпай жерге қоясыз. Осы жаттығуды 10 рет қайталасаңыз болады. Және бұл жерде 5 саусағыңызды жоғарыға көтерген кезде екі қолыңызбен үстелді жақсылап бекем ұстап тұрыңыз. Өйткені осылай артқа қарай шалқайған кезде құлап кетуіңіз мүмкін. Енді келесі жаттығуда екі аяғымыздың табанын жоғарға қарай көтереміз. Бірақ осы жоғарға көтеріп келе жатқан бойда екі аяқтың табанының ұштарын, яғни өкшені бір-біріне тигізу керек болады. Бұл қалыпта 1-2 секунд бойы тұрамыз. Одан кейін екі ұшын тигізген бөліктерді ажыратып, қайтадан еденге тигіземіз. Жоғарға көтереміз және қайтадан жерге түсеміз. Өкшені бір-бірлеріне тигізуді ұмытпаймыз. Және бұл жерде ең маңызды нәрсе, ол екі аяғыңыздың арасын қатты алшақ қоймау қажет. Өйткені алыс қойып қойсаңыз, бұл жаттығуды орындау қиынға соғады. Сол себепті аяқтарыңызды бір-біріне жақын қойған жөн. Бұл жаттығуды да 10 рет қайталаймыз. Келесі 11-ші жаттығуда барлық салмақты 5 саусаққа қойып, өкшемізді жоғарға қарай көтереміз. Бірақ сол жоғарға көтеріліп келе жатқан кезде екі аяқтың өкшесін екі жаққа қарай жіберу керек. Екі жаққа қаратып болғаннан кейін 1-2 секунд бойы осы қалыпта тұрамыз да қайтадан орнына алып келеміз. Өкшемізді көтереміз екі жаққа, екі өкшемізді, одан кейін қайтадан еденге қоямыз. Осы жаттығуды 10 рет қайталаймыз.
Енді соңғы жаттығу қалды. Бұл жерде бағанағы резиновый лента немесе созылмалы киім қажет болады. Сол аяққа барлығына осы лентаны киеміз де оң аяқтың тек қана бас бармағына киеміз. Одан кейін оң аяғымыздың бас бармағын жоғарыға көтереміз. Содан кейін жанындегі 4 саусақты жоғарыға көтереміз. Осы жаттығуды оң аяққа 10 рет жасағаннан кейін лентаны ауыстырамыз. Бұл жолы сол аяқтың бас бармағына және оң аяқтың барлық саусақтарына лентаны киеміз де сол аяқтың бас бармағын жоғарыға көтеріп, 4 саусақты одан кейін көтереміз. Бесеуін де бірге қатар көтеріп жібермеңіз. Бұл жаттығуды әр аяққа 10 рет қайталау керек. Маған ең қатты қиынға соққаны осы соңғы жаттығу болды. Тек 4-ші күні ғана менің аяқтарым, саусақтарым үйренісіп бастады. Міне бүгін біз сіздермен жалпақ табандылықтан арылуға көмектесетін 12 жаттығумен бөлістік. Әрбір жаттығуды күніге 10 реттен 2-3 ай бойы қайталасаңыз, нәтижесін көресіз. Ақпараттар пайдалы болса, арнамызға жазылып кетіңіз.